Баршаңызға сәлем, сіздермен Олжалғас бірінші тағамға ұсынылатын өте пайдалы және жеңіл түрде өзбек ұлтының ұлттық тағамы шорпа дайындаймыз. Ал бісміллә деп бастаймыз. Ең әуелі газды қосып, қазанымызды қойып, жақсылап жуылған қойдың сүйікті еттерін, қабырғалары болса өте әдемі кететін еді. Менде бар болғаны осы. Сүйікті жақсылап жудым, үстіне 4 литр суды құйып, бетін жаудым. Жақсылап бір рет бұрқ етіп қайнағаннан кейін осылай күштен жақсылап осылай көбіктерін барлығын тазалап аласыздар. 2-3 рет қайтара тазалайсыздар. Сорпаның мөлдір тынық болуы осы неге жақсылап тазалауға байланысты. Сосын бір ас қасық тұз салдым. Бізге керекті көкөністер бір қызанақ, 7-8 картоп, бір үлкен сәбіз және қызыл және сары болгар бұрышы қажет. Осылай ірі-ірі етіп турайсыздар. Барлығын осылай 4-ке алдыға және де сарымсақты 4-ке осылай ірі-ірі етіп турап, картопты 2-3-ке бөлесіздер. Жақсылап тазалап жуып алдыңыздар алдын ала. Бір рет қайнағаннан кейін тұзбен мен бір пиязды салдым. Одан кейін сәбіз бен бұрышымызды саламыз. Сосын 10 минуттан кейін картопымызды саламыз. Және пісуіне 10 минут қалған кезде қызанақ, сарымсақ және көкөністерімізді салуды ұмытпаңыздар. Осылай бүтіндей салдым, себебі біздің үйдегі балдар укроп пен петрушка ұнатпайды, сосын дәмі шығу үшін бүтіндей салдым. Сосын қара бұрыш, қытай солі және де 2 түйір лавро лист салып жібердім. Мінекей, жарты сағаттай 40 минуттай әбден қайнау керек. Қанша көп қайнаған сайын сорпаларымыз өте дәмді болады. Мінекей, бізде сорпа дайын. Етін осылай сүзіп алам. Етті жерін майдалатып тураймыз. Сосын қайтадан етті салып, кесеге салып ұсынсаңыздар болады. Еңбегімді бағалап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.